Ассаламағалейкум, ту көтеріп тұлпар мінген, саят құрып сұңқар ілген, күйін төгіп әнін шырқап жүрген арда қазақтың асылдары. Бүгінгі кереметте кештің ең қымбатты қонақтары. Сәлем сөздің анасы, сәлем берер көрген елдің баласы десек, баршаларыңызға Алланың амандығы саулығы болсын, бүгінгі той құтты болсын деп бір қосап қояқшыға. Тұлпардай шаршы топта шапсақ дебек, арындап алты қырда ассақ дебек. Жөнербай әулеті той жасаса, бұл тойды өлеңдетіп ашсақ дебек. Тәңірім тілектерін қабыл етті, ел жұртты досжанның тойына қоссақ дебет. Тырнақтап жиған терген дүниені әсел дейді келін келгенде шашу өтіп шашсақ дебет. Алай болса ардақтағайын, дархандығы даладай, аңғалдығы баладай болған Жақсан Мырза мен Сәуле ханымның жайған ақтас сарханына, бүгінгі досжан мен әселдің үйлену тойына, Жауылбай ақсақалдың ұлағатты ұрпақтарының үлкен қуанышына қош келдіңіздер. Келін келді дегенде қуанғаным, төрт ұмтылып орнымнан тұра алмадым деп кешегі Кенен атамыз айтқандай, келін түсіп қуанған 6 еліне бүгінгі қуаныш құтты болсын дейміз. Сөз басында айтқанымыздай, Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан келіп отырған, қарт Каспийдің қасынан келіп отырған біздің ең қымбатты қонақтарымыз. Қылдай қылау түспеген жаңа құдаларымызға, шырайлы шым-шаһарға, бүгінгі 6 еліне құда болып қош келдіңіздер деп бір арнай қол соғып қояқшы. Жаңа құдалар. Ал енді бүгінгі қуанышқа ортақ болған әрбіріңізге той жұғысты болсын. Бүгінгі тойдың басты кейіпкерлерін шақырайын. Әрине, бәріміздің ниетіміз бүгінгі досжанның ата-анасына, Меруерт апамызға қуаныш құтты болсын деп келгені. Төрде Абдырахым Нағаш атамыз отыр, ол кісінің де қуанышында шек жоқ. Ендеше осындай керемет жандардың қуанышы бізге де жұғысты болсын. Мен де келін сүрейін, қыз ұзатайын дегендер бүгінгі той иелеріне де бір ду қол шапала құрып қойсаңыздар болады. Бір бақшаның ағашындай, бір үйдің баласындай болып, бүгін біз Қазақстанның төрт бұрышынан келіп отқан қонақтарды көріп отырмыз. Ел ордасы Астанадан, Ақтаудан, Алматы қаласынан, Тараздан және де Ақтөбеден алыс ат терлетіп келген қонақтардың қадамына Алланың нұры жаусын. Ал қазір қуанып келген қуаныш куәгерлеріне бүгінгі тойдың басты кейіпкерлері Досжан мен Әселді шақырып тойдың сәнін кіргізсек деп отырмыз. Алай болса, орнымыздан тұрып, қошеметімізді ұрып, сән салтанат құрып, жарасымды жұп, әлемдегі ең бақытты, ең әдемі жас жұбайлар. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Ай, бәрекелді, тамаша. Красавчик. Келесі фильм қандай бізде? Не деді? Не деді? Кім қол көтеріп атқан? Қол ешкім көтеріп атқан жоқ па не? Қол көтергендерге барам, айқайлап айтпаңыздар, ят болады. Не деді сонымен? Агая, агая деді ғой. Бұдан кейін өлең айтпай-ақ қойсын. Көрейік. Әзілі. Дұрыс, тамаша қабылауымыз. Тамаша, келесі. О, анасы солға барайшы мен. Бұл столдан сыйлық алған жоқ ешкім. Не деді сонымен? Ты куда, Одиссей? Ой, не деді? Шла бы ты домой, Пенелопа. Андай дауысын жуан қылып айтыңызшы. Шла бы ты домой, Пенелопа. Көрейік. Шла бы ты домой, Пенелопа. Ай, бәрекелді, тамаша қабыл алыңыз. Келесі фильм бізде қандай фильм? Стоп. Кеттік.
Қайсы стол қатты шулайды, екі столдың біреуін айтамын. Қайсы стол қатты шулайды? Қайсы стол қатты шулайды сол столға? Қайсы стол? Мына стол қатты шулап жатыр енді. Просто тамақ жебасын дедім сізді. Не деді сонымен? Бомбарбия Киргуду. Да, көрейік. Бомбарбия. Киргуду. Ай, бәрекелді. Қабыл алыңыз. Тамаша, келесі. Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан ғайыр алқап, көшпенді қазақ жұртының бағзыдан бері ірге тепкен ата қонысы. Сұлтанбек Икей. Мен Саяқ Күнтімін. Мен Ерен Жапыраштымын. Мен Тұрсынбай Дулат. Мен Қарабұра Тамамын. Мен Атқай Асамын. Мен Мансұр Руым Қазақ. Мен Нұржау Қоңырат. Мен Адай Садықбек. Мен Ерал Қазақ. Мен Керей Жанбекпін. Руыңды атамадың ғой. Әлде білмеушімін балап. Не дейді арғырай? Ау, не дейді? Не дейді? Біз Мансұр екеміз қазақпыз. О, ашуланбай айтыңыз. Көрейік. Біз Мансұр екеміз қазақпыз. Ай, молодец, қабыл алыңыз. Мен енді төрде өткен құдаларға қарай барайыншы, сол кісіде бір сыйлыққа берейін. Кішкене ыңғайсызданып отыр ма, жоқ. Кішкене қосылмай отыр бізге, сондықтан мен енді жаңа құдаларға қарай аттың басын бұрайын. Арнайы жаңа құдалар үшін кеттік. Гражданочка. Не деді құдағи? Тағат. Шорт побери.